Ерте тұрып алыпсың ба? Иә. Бүгін Бангкок, екінші күн Таиланд нарығын зерттейміз. Нұреке? Ау, машина алдың ба? Мына машинаны арендаға алдым. Басқасы болмады ма? Осы арзанырақ шықты. Ыңғайлы болу керек па? Ыңғайлы бұл? Төртеумізге әдемі келеді. Басқа машина іздейік, е? มีหนังแดงและจะกิ่งหนังส่วงมีหนังส่วงและจะกิ่งหนังแดงแล้วกูไม่แรงแต่กูทำมึง Кет. Ресепшнде көп емес па? Thank you, Қазақстан. Thank you. You thank you. Thank you. Біз кішігірім магазинге келдік. Жалпы біз не іздеп жүрміз? Бүгін Бангкокты зерттейтін күн. Шамалы демалыс. Сондықтан ең күшті ресторан іздеп жатырмыз. Google'ға жаздық. Пайор деген бар. Пайор деген ресторан бар екен, соны іздеп жүрміз. Мотоцикл айдайтындар көп екен. Бүгін қатты жұмыс істемейміз. Шамалы самолеттен шаршадық. Бір-екі продюсерге жазып жібердік. Олардан жауап күтіп отырмыз. Музыкалды продюсер және кино продюсерларға. Қазір Аян Нұржанмен бірге ақша ауыстыруға баратырмыз. Нұреке, мотоцикл тиеміз ба? Мен мотоцикл өзім қорқам айдауға. Ол не үшін? Бір травма болды ма? Кезінде соғылдыңыз ба? Да что ты, черт побери, такое несешь? Кезінде болған ғой Таиландта. Бірақ енді былай ойбай керек десе жүргіземін ғой. Андай мопед сияқты. Барлық Азия мемлекеттер бір-біріне ұқсайды деп отырмын ғой. Япония, Корея, Вьетнам. Мысалға Япония, Жапон мемлекеті қатты дамып еді. Соның жанында Кореяда дамып жатыр, Қытайда. Әр аймақта, мысалға Таиланд, Малайзия, Сингапур десек, бұлар өте бір-бірімен жарысып дамып бара жатыр. Ар жақта Пекин, Сеул, Токио жарысып жатыр. Біздің аймақта да сондай жақсы бәсекелестік басталу керек. Бір мемлекет сол дамуды қолға алу керек қой. Сол Ресей болу керек еді, бірақ Ресей қолынан келмей жатыр. Оған да бір тектілік керек қой. Соның мен ойымша біздің Евразияда ТМД елдердің мемлекеттердің арасында Қазақстан, Жапония сияқты, Корея сияқты тез дамып кетуге мүмкіншілігіміз бар. Өйткені біздің территориямызда, геолокациямызда өте керемет, және де бізде бәрі бар. Соны дұрыс пайдалану керек. Нұреке, кімге звондап жатсыз? Давай. Біз Аян мен Нұржан жоғалтып алдық. Аян мен Нұржан келем дегенше біз ресторандар зерттейік. Өте дәмді сияқты, ең бастысы бізге говядина керек қой, говядина, сиыр еті. İçine girip göreyim. Şimdi warnası сияқты mı? Okay. The pork, not pork. Half pork. Pork? Okay, so thank you. Thank you. Have a nice day. Thank you. Нұреке, порк туралы айта кетсеңіз. Жалпы Таиландта порк өте көп, сондықтан да абайлау керек. Біздің келесі мемлекет Индонезия, о жерде порк аз болу керек. Таиландта порк енді өкінішке орай өте көп сатылады. Бірақ енді бұл жерде не жеуге болады? Балық, тауық деген сияқты. Сиырдың да еті бар. Қой жоқ екен. Күліп жүрмедіңіз ба? Күліп жүрмедіңіз ба? Ол күлкілі жерде күледі ғой. Аян неше доллар ауыстырдың? Аз ғой $150. 500 доллар ауыстырып алайық та. Не ходить, да? Сен мына бетінен Арттағы сол маған ұнап тұр негізі.
Starbucks көріп Starbucks олар Израильді қолдайды ғой. Әне, еуде. Кет, Яламыз. бізге такси керек. Нұреке, Алматының пробкасымен салыстыруға бола ма? Жоқ, Алматы пробкасымен, кептелісімен салыстыруға болмайды, өйткені бұл жақта бәрі дұрыс жасалынған. Алматының пробкасы деген ешкім шешкісі де келмейді, шеше алмайтын да сияқты ғой. Айналайын қарағым Мына жақта қаншама миллиондаған адам тұрады, енді 10 миллион адам тұратын шығар. Бірақ пробкалар әрине бар, бірақ көп емес. Аян өтіріктен меню сұрайым деп, қазір Wi-Fi алып алады и такси шақырады. Нұреке, кеше кокос тұр екен біз ішкен. Кокос қарсы, кокос пайдалы ғой. Аян, Wi-Fi алдым ба, мен өтіріктен көре берем, уақыт созып. Өшіре сал, Нұр, түсірмей ақ. Беткен кезде сразу өшіресің ғой. Мынау ма? Біздің такси келді. Жоқ, кімді алдына жөнеміз? Алдына отырып. Бейбіт, сен алдына отыр. Бейбіт бүгін жақсы машина аренда қалғанда таксимен жүрмейтін ек. Бұл парақшасын оқыдыңдар ма? Ел жазып жатыр да, ризамыз саған деп, рахмет деп қояды деп. Аян, папа жақсы кісі. Сондай ма? Бірге 98 жыл КВН ойнағанбыз. Ең бір салып берген екен. Осы екен ғой, кісінің жүргені. Көрді ме Бейбіт? Папаң қандай күшті жігіт болған. Қазақстанда сөз бар да. Жақсы әке ұрпағына 40 жыл азық деген. Жақсы әке ұрпағына 40 жыл азық деген сөз бар екен. Сол әкеңнің шапағаты жақсылықтары тиіп жатыр ғой саған. Әкелеріміз аман болсын. Шапағат деген Сәкен Майғазиевтің мобилогы. Давай. Мына бала бізді күтіп тұр. Таиландта бір риза болғаным, ешкім ұрыспайды бір-біріне. Thank you. Біз 1 минут сызылып шықтық, камерамыз қосты ғана кісі күтіп тұр ғой. Жалпы Таиландта бәрі бір-біріне күліп қарап, және де бір-біріне көмектеседі. Мынау мұсылмандардың районы, е? Бұл жерде енді шошқа жоқ дейді. Кіреміз ба? Осы жерді бізге мақтады Google-да. Біз бағана күшті жерде болғанымызда, мынандай краб па бір нәрсе, үйлері шамалы нашарлау. Шынымен де осы жер мықты ма деп ойланып қалдық. Бірақ шетелде жүрген кезде осындай тез дайындалатын, халыққа айналған жерлер дәмді болып келеді. Өйткені бұлар күнделікті жұмыс істегеннен кейін туристерге жұмыс істемейді да. Жергілікті халық дәмді жерді біледі. Кет. Жете ма саған? Нұреке, мен қаттағаныма шығамын просто. Кезімсен, давайте бөлісіп жейік, давайте. Мен бірақ байқағаным, Нұржан экономдамайды екен. Бейбітті көрме, бейбіттің тарелкасын көрме? Вообще экономдамай ма? Айымдап түбі жоқ. Амаған мынандай алып берді. Осыдан құйып аласыз. Мынау сізге. Girls, rice. Нұреке, жаңа тамақ іштік. Сол. Тамақ енді тамақ қалай? ішінде Аян айтады, Junior деген Кореян бір әншілері бар екен, танымал. Солардың өздері сол жерде тамақ ішкен екен. Бірақ маған қатты өтпеді. Жалпы енді қазақтар тамаққа келгенде бізден неміз ғой? Шепетельніміз жалпы
bir iş bo'lsa tamoq batmaydi degan сияқты. Adak şimdi adam көп. เพลงนี้ยังเคยมีต่างชาติเอาไปร้อง แต่เขาพูดไทยได้ก็เลยร้องไม่ค่อยชัด Taksistkisini жақсы көретін әншісі екен Тайландта. Аты Секлоссо.